Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Бүгін мен міне осындай корейский салат жасайтын боламын. Алдымен тәтті бұрышымызды тураймыз, таяқша етіп. Ondan соң пиязымызды тураймыз. Енді сәбізін тураймыз. Ondan соң енді міне чеснокты күштен өткіземін. Енді көк шөбін тураймын. Кішкене ғана кинза, кішкене сельдерей. Маринадына деп қоямыз ғой. 6% уксус. Енді қара бұрыш, тұз татығанша, қант. Бұны маринадтап қоямыз. Баклажанды турап, қорып беруім керек. Баклажанды турап болдым, енді оған аздап тұз сеуіп, дайын болғанынша қорып алып келемін газға. Міне менің баклажаным дайын болған екен, қорылып. Араластырып, міне 1 сағат уақытқа қойып қояйын деп жатырмын тоңазытқышқа. Бір-бірімен сіңісіп тұрсын. Міне менің салатым дайын болды. 1 сағат күттік. Енді ыдысқа салып, дастарханға қоямыз. Егер де ұнаған болса, менің салатым, пікірлеріңізді жазып, лайк баса кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.